сізге бір сұрақ. Мықты кәсіпкер болу үшін не істеу керек? Мықты кәсіпкер болу үшін не істеу керек деген кезде ең бірінші ниет, одан кейін мүдделі орта болу керек. Мүдделі орта дегеніміз ол құрмет, сыйластық, ісіне деген махаббат. Рахмет. Және өскеменді креативті қала ретінде не істеу керек? Өскеменді креативті қала ретінде не істеу керек? Әр адам, әр маман, әр кәсіпкер өзінің ісін сүю керек. Сол кезде өте әдемі жарық дүниелер шығады. Соңғы сұрақ. Бизнесті креативпен қалай қосып жүруге болады? Бизнес пен креатив негізі екеуі бір ой. Өйткені әр адамның ойында өте бір-біріне ұқсамайтын өзгеше дүние бар. Соны шығарған кезде ол бизнеске айналады. И басқа ортаға ол креативке айналады. Белгілі деңгейде бір адамның мәселесін шеше алатын, пайдалы бола алатын дүние осылай шығады. Міне жаңа айтып жатырмыз ғой, қаламызда креатив индустрияны қазір өте жақсы қарқында қолдап жатыр. Соның бірінің дәлелі бүгінгі міне осы марапат. Біз қаншама 5 жылдан артық жұмыс жасап жатырмыз. Соның міне нәтижесін бірлесе отырып, осылай көріп қолдап жатқандарыңызға рахмет. Бұл деген біз үшін үлкен мотивация, стимул. Бұл бір адамның ғана жұмысы емес, бұл үлкен командалық жұмыс. Жаңа айттым ғой, креативті индустрия дегеніміз әлі қарқын алатын, өте әр адамның ойында осы ортаға пайдалы болатын дүниелер шығаруға осындай дүниелер себепкер болады. Рахмет үлкен сіздерге. Сізге де рахмет. Сізден тағы да. Рахмет үлкен.